Мен достар, сіздермен бірге Арафат. Бүгін біз қызықты мәліметтер бөлімін бастайтын боламыз. Бүгін біздің бірінші бөліміміз. Біз сонымен бастаймыз. Мынандай ақпарат бар екен. Ұшақ болсын, әуе шары болсын, қай жерге қонатыны анықталмаса, оны ұшатын беймәлім нысан деп атайды екен достар. Қызық екен. Мына жерде тағы да бар екен. Көптеген ғалымдар бүгді ғаламшарлықтар телепатия мен сандық тіл арқылы сөйлеседі дейді. Қызық екен достар. Сонымен сіздер телепатия деген екен көбісіңіз білмейтін шығарсыздар. Бірақ ол тілсіз түсіну мидың басқа миға ағзаға өз ойын сезімін жақыннан немесе алысқа шықтықтан сөйлемей түсіндіре алуы. Қызық екен достар. Сонымен кейбір ғалымдар басқа ғаламшарлықтардың ақыл ойын дамыған соншалық о баста ғарышта тіршілік еткен адамды жерге түсіріп жіберген деген пікір айтады. Қалай сонда достар? Мен ақпараттың кішкене түсінбей қалдым. Шынымды айтсам. Шынымен де таңғалып қалдым. Ал айға байланысты екен бұл. Айда ауа жоқ, бірақ екі шетіндегі полюсінде мұз күйіндегі су табылған. Айда ауа жоқ болса да су бар. Мә достар, нағыз қызықты ақпарат екен. Сонымен келесі ақпаратқа көшеміз. Күн жүйесі құс жолын әр 250 миллион жыл сайын айналып өтеді. Өте қызық ақпарат екен достар. Бұны естеріңде сақтап алыңдар. Құс жолы ғаламының бір шетінен екінші шетіне дейін 100.000 жарық жылға тең. 100.000 жарық жыл. Мә достар, бұл деген 100.000 жарық жыл дегенді біз даже өмірде ойламаймыз ғой. Кейбір адамдар ары кетсе естіген бір 2 ғасыр ма 1 ғасыр ма өмір сүрген адам бар екен. Қытай. Енді 100.000 жарық жыл біз өмір сүре алмаймыз ғой. Ал метеорлардың көпшілігі бірнеше секунд ішінде қызады. Қызық екен. Метеорлардың не екенін сендерге түсіндіріп өтейін достар. Метеорлар дегеніміз жарықтың жарқыраған жолақтары. Олар аспанда пайда болады да қайта жоқ болып кетеді. Оларды адамдар аққан жұлдыз деп дейді. Аққан жұлдыз. Бұны білмейтін адам жоқ шығар. Осы аққан жұлдыздар, яғни метеорлар бірнеше секунд ішінде қызады екен. Бірақ метеориттерде сондай. Біз олардың күннің жылуы алдағы 5 миллиард жылға жетеді. 5 миллиард достар. 5 миллиард деген адамдар өте көп болады ғой ол кезде. Бірақ ол кезде біз болмаймыз. Болуымыз да мүмкін. Бірақ күн жарық мен ойымша жете алмайды. Себебі одан көп энергия алып жатыр достар. Күн батареялары дегенде естіген боласыздар. Солар осы күннің энергиясын алады екен достар. Күннің көрінетін беті 5800 градусқа тең. Мә достар, күннің бетінің өзі 5800 градус болса, сонда іші орысша айтқанда даже представить не могу.
шыныменде достар. Шыныменде қалай соны 5800 градус беті. Мынаған даже адамдар шыдай алмайды ғой достар. Ал келесі ақпарат. Жұлдыздар шоғырынан ғалам құрылады. Жұлдыздар шоғыры деген тауып көрейік қазір. Бұл жерде жоқ екен. Ал келесі. Ал сіздер черная дыра дегенді естіп пе едіңіздер достар? Сол черная дыраны қазақша қара құрдым деп атайды. Оның не екенін сіздерге түсіндіріп өтейін. Тартылыс күші орасан зор нысан. Енді ол белгілі ғой, себебі ол бізді өзіне қарай тартады. Әйтеуір мен мультиктерден көргем. Оларда сол қара құрдым пайда болып, өзіне қарай любой затты өзіне тартады. Оның арасынан тіпті жарық сәулесі де өте алмайды. Ол жақта өте қараңғы болады екен. Свет жақып келдер достар. Достар, бұл әзіл болатын. Қара құрдымдар шектен тыс үлкен жұлдыздар жарылып өшкенде пайда болады. Достар, нағыз қызықты ақпарат. Естеріңізде сақтаңыздар. Күн құс жолының ішіндегі орташа жұлдыздардың бірі. Достар, сонда күннің өзі құс жолындағы орташа жұлдыз болса, ал ең үлкені қандай болады? Достар, бұл өте адам ойына келмейтін нәрсе екен. Құс жолының бір басынан екінші ұшына дейін арақашықтығы 100.000 жарық жылды, ал ені 1000 жарық жылды құрайды. Достар, есте сақтау керек екен бұнда. Құс жол ғаламы көлемі жағынан орташалар қатарына жатады. Достар, орташалар жағына жатады екен құс жол ғалам. Ал қазір мына жерде басқа да ғаламдардың түрлері бар екен. Спиральді ғалам дейді. Ол анандай күннің сәулесі сияқты қып-қызыл сәуле болып тұрады ғой, сондай сияқты бүйтіп айналып тұратын. Сапалы спиральді ғалам. Бұл қоңыр екен. Бірақ әр жерде бүйтіп шашырап жүреді екен. Эльпистік ғалам дейді. Бұл анау жұлдыздардан құралғандай екен да. Анау, білесіздер ғой, ошақтың басында от шығаратын жері барады. Сол от шығатын жерде бүйтіп от шығып атқандай болады екен достар. Бұл ғаламда ерекше ғалам дейді. Бұл ғалам бір көзі көрінбейтін сияқты ғарышта, себеп бұл жұлдыздардан құралған сияқты мен ойымша. Себебі әппақ точка. Сапалы спиральді ғалам. Оны айтып қойған едіңіз. Ал күнді қоспағанда жер ең жақын жұлдыз 4 жарық жыл қашықтықта орналасқан. Сонда жерге ең жақын жұлдыз 4 жарық жыл қашықтықта орналасқан. Бірақ біз 4 жылда жете аламыз оған. Ең жақын жұлдызға жердегі демек. Ал сонымен достар, осымен аяқтаймыз. Видео ұнаса лайк басыңдар, каналға жазылыңдар. Достарыңызға таратыңыздар, комментарийлер жазыңыздар. Біз өздеріңіз білетіндей әр жексенбі сайын комментарийлерге жауап видеосын түсіретін боламыз. Сонымен сау болыңдар.